Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен өте жұмсақ ауызда еритін сырты қант ұнтағымен глазурленген, ал іші жұмсақ әрі жақсы көтеріліп шығатын, үй жағдайында жасауға болатын дәл осындай пряниктердің рецептімен бөлісетін боламын. Дәл осы видеоны көріп отқан болсаңыз, каналыма подписаться етіп, лайк басып, пікір жаза кетіңіз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Ең алдымен ыдысымызға шекерімізді, бір жұмыртқамызды бүтіндей саламыз, ал қалған 2 жұмыртқамыздың тек сарысын салатын боламыз, ал ағын алып қаламыз. Неге десеңіздер, пряниктің сыртына креміне қажет болады. Одан соң сұйық майымызды салып араластырып аламыз. Дәл солай сүтімізді салып араластырамыз. Ұнымызға ванилинімізді, разрыхлителімізді салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде біз пряникті сүтпен иледік. Келесі жолы айранмен жасаудың жолын көрсететін боламын. Мінекей бізде жұмсақ қамыр шықты. Енді бұны жайған кезде аздап ұн сеуіп тұрып, қамырымызды жайып алсаңыздар болады. Дәл осылай домалақ етіп кесіп аламыз. Достар, бізді қай қаладан көріп отырсыз? Комментария жаза кетіңіздер. Ал сіздер пряникті қалай дайындайсыздар? Мінекей біз пряниктерімізді дәл осылай домалақша етіп кесіп алып, противеньге салып, аздап көтерілгенше қоямыз. Одан соң 180 градусқа 30-35 минутқа піскенше қоямыз. Мінекей бізде пряниктеріміз дайын болды. Жаңағы 2 жұмыртқаның ағына қант ұнтағын салып, жақсылап крем дайындап аламыз. Пряниктеріміз суып болған соң, жақсылап тұрып кремімізді жағамыз. Дәл осы кезде бізде терезені ашып болған кезде жел болды. Өте тез кепкен болатын. Дәл осылайша кремімізді жағып шықтық. Мінекей. Арасын ашқан кезде қараңыздар, магазиннің прянигінен кем емес. Өте дәмді шықты. Балалар таласып жеді. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмді шығады. Достар, видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма жазылып, пікір қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Гүлвера.